Ассаламу алейкум туғандар. Мына екі этажды үйдің отоплениясын бүтіріп бердік. Бірінші этажға келгенде эле азыр печкасын қойған жоқпыз. Бірінші этажға келгенде эле холға 15 қабырғадан біреуін қойдық. Бұл жерден ступенька болады екен. Ступенька болып түшкенде эле дагы бір қабырға бұл жерге қойдық. Бұл жағы кухня болады екен. Кухня гарнитур, санузел. Бұл жерде тағы 10 қабырға. 10 қабырғадан шөп. Бұл жақта свет жоқ екен азыр. 10 қабырғадан екі қойылды. Самочек система, наружный система. Бұл жақта дағы 10 қабырғадан екі қойылған. Бұл бірінші этажы. Екінші этажға шығып көрсетейін. Трубалар ушундай чип кеткен, түз. Бұл жерде екінші этажына шыққанда подвал апшық болған үшін шундай жерлері бар. Бірінші этаж мен екінші этаждың разницасы бар. Бұл жерге 10 қабырғадан біреу қойылды. Бұл жерге де 10 қабырғадан үшеуі қойылған. 1, 2, 3. Бұл жақта бір комнатасы. Бұл комнатасына 15 қабырғадан біреу қойылған. Подача жиып кетті. Печкасы қойылып элек. Күзде қойып береміз. Мистрасы даяр болғанда. Бұл жерде де 13 қабырғадан біреу бар. Бұл жақта 2 зал бар екен. 13 қабырғадан екі. Бүт бары үйінде түз снимающий вентильдермен қойылған. Разъемный чечіп алып, ремонтты қылып, қайра қойып қойса болады. Қалған комнатаны өшіріп қойса да болады. Бұл жақта дағы бір зал, 13 қабырғадан екі қойылған. Бүт бары бүтті. Ремонты да бүтейіндеп қалып тұр бірісі. Отоплениен бүттік. Радиаторлар. Китайский алюминий радиатор 12 килограммдық 6 ребролы. Бүт барына разъемный вентильдер қойылған. Радиаторлар шығады бераққа ремонт болғанда дағы, авария болса дағы, шығарып қалаған комнатаны өшіріп қойса да болады. Печка, умный печка қойыла тұрған болады. Күзінде местасы даяр болғанда. Ошының ылдыйына подвалға қойылады. Бұйырса бүттік.